Сәлем оқырман, кванттық биология дегеніміз не? Кванттық физика тек ғарышта, жұлдыздарда, немесе лабораторияда деп қана ойлайсың ба? Жоқ, ол сенің миыңда, көздеріңде, тіпті сенің ДНК-ңда жұмыс істеп жатыр. Мына құс мыңдаған шақырымды қалай адаспай ұшады? Ғалымдар оның көзінде кванттық компас бар дейді. Бұл компас электрондардың бір уақытта екі күйде болуымен, яғни суперпозиция принципімен жұмыс істейді. Ал өсімдіктері күн энергиясын 95% тиімділікпен сіңіреді. Ол үшін жарық фотондары кванттық туннель арқылы бір молекулада секіріп өтеді. Табиғат бізден бұрын кванттық компьютер жасап қойған сияқты. Сен иісті қалай сезесің деп ойлайсың? Молекуланың пішіні емес, кванттық тербелісі иісінің құпия коды болуы мүмкін. Кванттық биология бұл тек болашақтың ғылымы емес. Ол дәл қазір сенің ағзаңда жұмыс істеп тұр. Кім білген, бәлкім сенің ойыңда кванттық деңгейде қабылданып жатыр.